Сәлем баршаға. Бүгін сіздермен қаймақты, яғни сметаник тәтті бәлішін дайындаймыз. Ол үшін бізге 360 грамм ұн, 100 грамм қант, 2 дана жұмыртқа, бөлме температурасындағы 160 грамм сары май және 1 шай қасықты қамыр қопсытқыш керек болады. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға електен өткізілген ұнды және де бөлме температурасындағы сары майды салып, крошки, яғни үгітілмелі қамыр жасаймыз. Қамырды жақсылап үгітеміз және де қамырдың ортасын ашып, оның үстінен 2 жұмыртқаны, қантымызды және де қамыр қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырып, яғни қатты араластырудың қажеті жоқ, қатты басып илеудің қажеті жоқ. Бір келкі масса болғанша, қамыр күйіне енгенше жақсылап араластырамыз. Дайын болған қамырымызды 26 сантиметрлік формаға салып, жақсылап жайғастырамыз, бортикке шығарамыз. Бортикеларын жоғары қарай шығара бергеніміз дұрыс, өйткені салмамыз салғанда тасып кетпеуі керек. Дайын болған қамырымызды холодильникке салып, салмасы дайын болғанша күтеміз. Салмасына бізге 700 мл қаймақ керек болады. Оны бір ыдысқа саламыз. Одан соң 2 дана жұмыртқаны үстінен саламыз. Одан соң бізге 150 грамм қант қажет болады. Оны да саламыз. Менде жүгері крахмалы. Крахмал форманы қатайтуға көмектеседі. 4 қасықтай салып, барлығын бір келкі болғанша араластырамыз. Оны вилкамен де, венчикпен де араластыруға болады. Масса бір келкі болу қажет. Дайын болған массамызды жаңағы тоңазытқыштағы қамырымыздың үстіне жайып саламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, толық жетпеу керек, салмамыз қамырдан асып кетпеу керек. Үстін безендіру өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша, ештеңе салмауға да болады, не болмасам қатырылған жеміс-жидектерді салуға болады. Енді 180 градуста қызып тұрған пешке салып, қызарғанша пісіріп аламыз. Астарыңыз дәмді болсын.